Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымда мен қаңтар айында келген математикалық сауаттылықтан ОБТ есептерін талдайтын боламын. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер есептер түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңдар. Ал онда бірінші есептен бастайық. Бірінші есеп: Бекжан столдың 125-тен 4 бөлігін бояды. Столдың қанша пайызы боялғанын табыңыз. Ал онда қараңдар, осы бірінші есепті шығарайық. Бекжан дейді бізде столдың 125-тен 14 бөлігін бояған. Ол қанша пайызын бояды дейді. Өзі бізде столды 125-ке бөліп, соның 14-ін бояды, я? Бізде ол жалпы стол 125-тен 125 бөлікке бөлінген. Яғни оны 1 десек те болады, бұл 1. Сол 1-ді біз 100% деп аламыз да, ал 125-тен 14-ті біз не деп аламыз? X деп аламыз, X пайыз деп аламыз. Ал енді осы пропорцияны шығарамыз. X тең естиміз 125-тен 14-ті біз 100-ге көбейтеміз, оны 1-ге бөлеміз. Яғни 125-тен 125 ол 1-ді береді. Көбейткен кезде қараңдар, 125 пен 100 қысқарады. 25-ге бөлінеді, 5 болады, 4 болады. Тең, енді қараңдар, 125 пен 100 қысқарды, 4 қалды, 4-ті 14-ге көбейтеміз, бізде 56 болады. 56 бөлінген не шығады? 5 шығады. Бөлінген 1 өз тұра береді. Сонда бізде қандай санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі еді ғой. Енді 56, 5-тен 56 бізде бұрыс бөлшек, оны араластан айналдыратын болсақ, 11,5-тен 1 пайызды береді екен. Сонда бізде жаңа столдың 11,5-тен 1 пайызы боялған болып тұр. Екінші есеп: сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Келесі екі мүшесін табыңдар дейді. Ал онда қараңдар, екінші есепте бізде мынандай заңдылық берілген. Осы заңдылықтың айтады, келесі екі мүшесін табыңдар дейді. Ол үшін біз не істейміз? Қараңдар, 2-ге нешті қосамыз? 5-ті қосамыз. Тең 7 болады. Ал енді осы 5-ті мен мына 5-ті 2-ге көбейтіп жіберіп барып мынаған қосам. 7-ге есе біз не істейміз? 10-ды қосамыз. Тең қанша болады? 17 болады. Ал енді осыған мен мына санға мынаны 10-ды 2-ге көбейтіп жіберіп барып қосам. Сонда 17-ні біз 17-ге қосамыз, 10-ды 2-ге көбейтсек 20 болады. 20-ны қосатын болсақ 37 болады. Ал енді біз келесі санды табу үшін естейміз, 37-ге қосамыз, 20-ны 2-ге көбейтіп барып. Сонда ол 40, я? 40-ты қосатын болсақ бізде 77 болады. Ал енді 77-ге қосуымыз керек, 40-ты 2-ге көбейтіп 80-ді. Сонда бізде не шығады? 157 шығады. Сонда мына заңдылықтың келесі екі мүшесі бізде 77 мен 157 болып тұр. Осындай жауапты белгілеп қоясыңдар. Үшінші есеп қараңдар, 2, 3, 5 цифрларын қолданып, 500-ден кіші және цифрларының қосындысы 10 болатын қанша сан жазуға болады? Қараңдар, онда біз осы үшінші есеп шығарайық. Бізде мына 2, 3, 5 цифрларын қолданып дейді, 500-ден кіші, бірақ цифрларының қосындысы 10 болатын неше сан жазуға болады дейді. Ол үшін біз 500-ден басталатын сан жазбаймыз. 500 мысалы 23 деп осы 3 цифрды қолдансақ, бұл 500-ден қандай болып кетеді? Үлкен болып кетеді. Бізде 500-ден кіші дейді. Сол үшін мен бірінші 2, 100-дігін 2 қылып алам. 235. Біріншісі міне 500-ден кіші цифрларын қоссақ, яғни 2, 3-ке 5-ті қосатын болсақ 10 шығады. Сосын 253 деп алам. Бұның да цифрларын қосатын болсақ, ол да не шығады? 10 шығады міне. Бұл 500-ден кіші әрі. Енді қараңдар, 300-ден басталатын сан жазуға болады. 325. Бұл да 500-ден кіші, цифрларын қоссақ 10 шығады. Сосын 352. Бұл да 500-ден кіші, цифрларын қосындысы 10 алады. Ал 5-ден басталатын сан жазатын болсақ, жаңа 523 ол 500-ден үлкен, яғни 532 дейтін болсақ, ол да бізде 500-ден үлкен болады. Сонда бізде 500-ден кіші неше сан жазуға болады екен? 4 сан жазуға болады екен. 4 сан бар деп жазып қоямыз. Төртінші есеп. Қараңдар, төртінші есепте, яғни бізде заңдылық берілген, я? 1, 2, 6, 24, 120 деген. Осы заңдылықтың келесі, яғни мүшесін табу керек. Ал енді біз осы заңдылықтың келесі мүшесін табайық. Қараңдар, бізде бұл жерде 1-ді бізде 2-ге көбейткен, 2 шыққан, я? Ал енді осы 2-ні бізде 3-ге көбейткен, 6 шыққан. 6-ны есе 4-ге көбейткен,
24 шыққан. 24-ті есе 5-ке көбейткен, бізде 120 шыққан. Ал енді осы 120-ны біз не істейміз? 6-ға көбейтеміз. 2, 3, 4, 5, 6-ға көбейтуіміз керек. 6-ға көбейтсек 720 шығады. Сонда келесі санымыз 720-ға тең болып тұр. 5-ші есеп. Өлшемдері 4-те 9 метр болатын бөлменің еденін қаптау үшін өлшемдері 20 сантиметр, 30 сантиметр болатын неше плита керек? Ал енді қараңдар, осы 5-ші есепті шығарып көрсетейік. Яғни бізде мына бөлменің едені берілген, я? Мына жағы 9 метр, мына жағы 4 метр деген бөлме берілген. Осы бөлменің дейді, бізде мынандай плита берілген. Бір жағы 30 сантиметр, бір жағы 20 сантиметр плиталардан, яғни қаптау үшін бізде неше плита керек дейді. Ол үшін біз мына бөлменің ауданын тауып аламыз, плитаның ауданын тауып аламыз, бөлменің ауданы плитаның ауданына бөліп жіберсек, неше плита керек екені шығады. Қараңдар, ол үшін бізде қараңдар, бөлме бізде метрмен, плита есе сантиметрмен берілген. Мына мен 9 метрді біз неге айналдырып аламыз? Сантиметрге 900 сантиметр болады. Ал 4 метріміз есе 400 сантиметр болады, я? Енді осының ауданын табу үшін 900-ді біз не істейміз? 400-ге көбейтеміз. Сонда 36 арқасына 4-0 тіркейміз. Яғни бұл 360 мың сантиметр квадрат болды. Ал енді плитаның ауданын тауып алайық. Плитаның ауданы дегеніміз, ол біз не істейміз? 30 сантиметрді 20 сантиметрге көбейтеміз. Екеуін көбейтетін болсақ, бұл не болады? 600 сантиметр квадрат болады. Енді біз не істейміз? Осы 360 мыңды бөлеміз 600 сантиметрге. Сантиметр квадратқа, яғни сантиметр квадратқа бөлеміз. 36-ны 6-ға бөлетін болсақ, бізде 6 шығады. 2 нөлімен 2 қысқарадыдан не керек? 600 шығады. Сонда бізде мына бөлменің еденін қаптау үшін бізде өлшемі 20 мен 30 сантиметр болатын 600 плита керек екен. 6-ші есеп. Қарындасы ағасынан 3 жас кіші. Ағасы 2022 жылы 30 жасқа толса, қарындасы қай жылы туылған? Деген сұрақ берілген. Ал енді қараңдар, осы 6-ші есепті шығарайық. Бізге айтады, қарындасы ағасынан 3 жас кіші дейді, я? Ағасы 2022 жылы 30-ға толған болса, қарындасы қай жылы туылған дейді. Ол үшін бізде ағасы 2022-де 30-ға толған болса, біз 2022-ден осы нені аламыз? 30 аламыз да, ағасының қай жылы туылғанын тауып аламыз. 2022-ден 30 алатын болсақ, ол 1992 шығады. Ағасы 1992 жылы туылған болса, қарындасы одан 3 жас кіші болатын болса, ол 3 жыл кейін туылған, яғни 3 жасты қосамыз. Сонда қарындасы 1995 жылы туылған. Ағасы 1992 жылы, қарындасы 1995 жылы туылған. Яғни бізде осы жауапты белгілеп қоясыңдар. 7-ші есеп. 143-тің 5 дәрежесі саны берілген. Осы сан қандай цифрмен аяқталады деп сұрап жатыр. Қараңдар, енді бізде 143-тің 5 дәрежесі қандай цифрмен аяқталады дейді. Ол үшін біз не істейміз? 143, яғни бізде соңғы цифры 3 қой мынау, я? Санның 143-тің. 3-тің 1 дәрежесін табамыз. 3-тің 1 дәрежесі 3. 3-тің 2 дәрежесі 9. 3-тің 3 дәрежесі тағы 3-ке көбейтеміз 27. 3-тің 4 дәрежесі 81, я? Ал енді 3-тің 5 дәрежесі бізде мына 5-ке көбейтеміз 243 болады. Ал 3-тің 6 дәрежесі бізде 729 болады. Қараңдар, 3, 9, 7, 1. Арғарай 3, 9, 7, 1. Не керек? Бізде 3-тің дәрежесі осы 4 цифрмен аяқталады. Яғни 3, 9, 7, 1 деген. Бізде қараңдар, бізде дәрежені не істейміз? Бізде дәреже уже көрініп тұр. Міне 5 дәрежесі бізде не болып тұр? 3-пен аяқталып тұр уже бізде. Бұл санды біз 3-пен аяқталады. Егер мына жерде қараңдар, мысалы 55 дәрежесі болсын дейік, я? Егерде. Сонда біз мына дәрежені енді бізде 4 цифрда қайталанып жатыр ғой. 4-ке бөлеміз. 4-ке бөлгенде 1-ден береміз, не керек? 4 аламыз, 1 қалады, 5-ті түсіреміз та, бұдан біз 3-ден береміз, 12 аламыз, 3 қалады. Міне 3 қалдық қалды ма бізде міне 3-пен. 2 қалдық қалса мынамен, 1 қалдық қалса мынамен, қалдық қалмаса 1-мен аяқталады. Сонда бізде жаңағы міне 5-ті де не керек? 4-ке болатын болсақ 1 қалдық қалады, 1 қалдық қалды ма 3-пен аяқталады. Не керек? Бізде 143-тің 5 дәрежесі немен аяқталады екен? 3-пен аяқталады екен.
8-ші есеп 1-ден 5 мыңға дейінгі, яғни 5 мыңды қоса алғанда барлық натурал сандарды жазуға қажет болатын барлық цифрлар санын табыңыз дейді. Қараңдар, енді біз осы 8-ші есепті шығарайық. 1-ден 5 мыңға дейінгі сандарды жазған кезде, яғни 5 мыңды қоса алғанда бізде неше цифр қолданылады деп сұрап жатыр, я? Алдын қараңдар, 1, 2, 3, 4, мысалы 5, 6, не керек 9-ға дейін бізде бір таңбалы сандар. Әр санда бір цифрдан бар, я? Сонда бұл жерде неше цифр бар? 9 санда бізде 9 цифр бар. Ал енді 10-нан басталып 99-ға дейін бізде бұлар екі таңбалы сандар бар. Бұл жерде бізде неше сан бар? 90 сан барда, әр қайсысында бізде екі цифрдан болғаннан кейін бұны 2-ге көбейтіп жіберетін болсақ, 180 не шығады? Цифр шығады. Ал енді 100-ден бастап 199-ға дейін, 999-ға дейін, я, 100-ден 999-ға дейін бізде 900 сан бар. Әр қайсысында 3 цифрдан қой. Сонда бізде 3-ке көбейтеміз. Бұл не керек? 2700 цифр бар. Енді қараңдар, 1000-нан бастап бізде 9999-ға дейін бізде бұл 9000 цифр бар еді. Әр қайсында 4 цифрдан болған кейін 36 мың, я, 36 мың цифр болатын еді. Бірақ бізде 1000-нан неге дейін? 5000-ға дейін деген, я. 1000-нан мен 4999-ға дейінгін алайын. 1000-нан 4999-ға дейін бізде 1000-нан 200-ге дейін, яғни қараңдар, 1000-нан бізде 1999-ға дейін бізде 1000 бар. 2999-ға дейін 2000, 3999-ға дейін 3000, 4999-ға дейін бізде 4000 цифр бар. Сонда бізде не керек? Бізде 4000 цифр бар екен. 4000 цифрды біз не істейміз? 4-ге көбейтіп жіберетін болсақ, бізде қанша болады? 16000 цифр болады. Ал енді бізде ода тағы да 5000 деген сан бар. 5000-да бізде өзі бір-ақ сан, дұрыс па? Бір-ақ сан, бірақ 4 таңбалы сан болған кейін бұны 4-ге көбейтеміз. Не керек? 4 цифр бар. Енді осыларды біз не істейміз? Қосып шығамыз. 16000-ға 2700-ді, оған 180-ді, оған 9-ді, оған 4-ті қосамыз. 16000 қосылған 2700, оған қосамыз 180, оған қосамыз 9, оған қосамыз 4-ті. Қоссақ бізде 16000-ға 2000 қоса 18700, 18880, 18889, 18889 ғой, 18889-ға 4-ті қосып жіберетін болсақ, 18893 болады. Сонда бізде 18893 цифр бар екен. Келесі есеп, заңдылықты тауып, келесі санды табыңыз. Қараңдар, енді осы 9-ші есепте бізде мынандай заңдылық берілген, осы заңдылықты табыңдар дейді. Сосын да келесі сұрақ белгісінің орнындағы санды тап дейді, я. Яғни бізде қараңдар, бірдің 3 дәрежесін, яғни біз 3 дәрежеге көтеріп 12-ге көбейтеміз да, бірді қосамыз. Бірдің 3 дәрежесі дегеніміз 1, 12-ге көбейтсек, не керек? Бізде не шығады? 2 шығады, оған бірді қоссақ 3 шығады. Бұл жерде бізде 2-нің 3 дәрежесін 2-ге көбейтіп бар бірді қосамыз. Себебі бізде 2-нің 3 дәрежесі 8, оған 12-ге көбейтсек 16, 16-ға бірді қоссақ бізде не шығады? 17 шығады. Енді қараңдар, 3-тің 3 дәрежесі көбейтілген 2 қосылған 1 дейтін болсақ, 3-тің 3 дәрежесі 27, 27-ні 2-ге көбейтсек 54, 54-ге бірді қоссақ 55 шығады. Енді біз 4-тің 3 дәрежесін тауып, оны 2-ге көбейтіп, оған бірді қосады екенбіз. 4-тің 3 дәрежесі бізде 64 болады. 64-ті 2-ге көбейтіп, бірді қосамыз. 64-ті 2-ге көбейтетін болсақ 128, оған бірді қоссақ 129 шығады. Сонда сұрақ белгісінің орнындағы сан бізде нені береді екен? 129-ды береді екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ түсінікті болса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басып кетуді ұмытпаңдар.